Баршаңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге қарапайым ингредиенттерден тұратын және өте оңай жасалатын үгітілмелі печеньенің рецептін ұсынамын. Бізге қажетті заттар: қант, сармай, жұмыртқа, ұнтақ жармасы, ұн және қамыр қопсытқыш. Ең алдымен үлкен ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Қажетті заттардың мөлшерін және каналымдағы басқа да тәттілердің рецебін сілтемесін осы видеоның астында описаниеда қалдыратын боламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Одан кейін бөлме температурасындағы сармайды, ұнтақ жармасын және қамыр қопсытқышты қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызға ұнымызды аз-аздан сала отырып, үгітілмелі қамыр илейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осылай қолға жабысып, жұмсақ болып шығады. Біз кішкене формасын ұстап тұру үшін жарты сағатқа мұздатқышқа салып аламыз. Жарты сағат өткен соң қамырымызды шығарып, осындай дөңгелек пішіндер жасайтын боламыз. Дәл осы рецепттен 13-14 дана шығады. Сізге көбірек қажет болса, құрамын 2-3 есе ұлғайтып жасай берсеңіздер болады. Дайын болған пішіндерімізді формаға орналастырамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Қалауларыңызға қарай қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Құрамындағы заттар өте қарапайым, әр үйден табылады. Жасалу жолы да оңай. Нәтижесінде осындай жұмсақ, дәмді, үгітілмелі печеньелер шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.